Тараз қаласы нөмірі 40-шы гимназия 9-шы А сыныбы. Бейне сабақтың тақырыбы Алаш қозғалысына 100 жыл. Мұғалім Ордабекова Айдана Мұратқызы. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау, тақырыпты өмірмен байланыстыру. Сабақта қолданылатын бағалау критерийлері және кері байланыс түрлері. Сабақтың өне бойы қолданылатын бағалау критерийлерінің түрлері және жұмыс түрлері. Бір 1917 жылдың жазында Алаш партиясы құрылды. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы сияқты қазақтың либералды демократиялық интеллигенциясының көсемдері басқарған Алаш партиясының құрамына ғылыми және шығармашылық зиялыларының белгілі өкілдері Мұхамеджан Тынышбай, Міржақып Дулатұлы, Мағжан Жұмабай, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Ғұмар Қараш, Сұлтан Махмұд Торайғыр, Халел Ғаббас, Әлімхан Ермек, Жақанша Досмұхамедұлы және тағы басқа қайраткерлер кірді. Қазақ қоғамында құрылған ұлттық саяси ұйым жалпыұлттық мүддені ту етіп, қалың жұртын Ресей империясының қанды шеңгелінен жұлып шығу қамын ойластыра бастады. Партияның бағдарламалық жобасын дайындау, қазақ ұлттық мемлекетінің құру ісіне белсенді түрде кірісу, қазақ қауымынан құрылтай жиналысында депутаттар ұсыну, оларды сайлау ісіне қажырлылықпен араластыру сынды өзекті мәселелерді күн тәртібінің басты назарына алды. Партияның бағдарламалық жобасымен съезде қабылданған қарарлар 1917 жылдың 21 қараша күні Қазақ газетінде жарияланды. Тақырып бойынша жаңа сөздермен жұмыс. Домино 2 әдісі бойынша балалар жаңа сөздерді оқиды және ол сөздермен жаңа сөйлемдер құрайды. Қатысушы партия жетекшілері Бөкейханов, Байтұрсынов және тағы басқа. Ахмет Байтұрсынов 20 ғасырда комиссар болған. Партиясын құрылған жылы 1917 жылы. Екінші тапсырма ара-ұя әдісі, жұптық жұмыс. Тапсырма қадамдары бойынша оқушылар мәтінді тыңдайды және де бірінші нөмірлі оқушы мәтін бойынша сұрақ, ал екінші нөмірлі оқушы сол мәтін бойынша сұрақтың жауабын айтады. Партиясы қашан құрылды? Алаш партиясы 1917 жылы құрылды. Қазақстан мен қырғыздарды біріктірген азаттық қозғалыс. Партиясының көшбасшылығы кім болды? Алаш партиясы көшбасшысы бұл Ахмет Байтұрсынов және Әлихан Бөкейханов. Келесі тапсырма ең зерек тапсырмасы. Бұл топтық жұмыс. Топ бойынша әр топтан бір оқушы шығып, мәтінді тыңдай отырып, мәтін бойынша дұрыс және дұрыс емес ақпараттарды және факттерді анықтайды. Ең танымал қозғалыс Алаш партиясы. Алаш партиясының құрылған жылы 1905. Хрущев кезінде көптеген Алаш қайраткерлері босатылды.
Келесі тапсырма бинго тапсырмасы. Бұл әдіс бойынша оқушылар мәтінді оқи отырып, мәтіндегі өзекті ақпараттарды кестеге жазады. Партиясы Қазақстан тарихына үлкен әсер етті. Қазақ мемлекетінің тәуелсіздігі идеясын алғаш ұсынған алаш қайраткерлері. Алаш партияның басты мақсаты қазақ халқының азаттығы. Алаш партиясы қозғалысының басты мақсаты бұл қазақ халқының азаттық. Келесі тапсырма ұпай кімге бұйырады ойыны. Бұл сергіту сәті. Әр топқа 1 минут ішінде жылдам түрде түрлі сұрақтар оқылады. Ең көп сұраққа жауап берген топ ең үлкен ұпайды иеленеді. Борт журналы бұл кері байланыс түрі. Бұл тапсырма бойынша оқушылар сабақтан білген ақпараттарын жазады және де келесі сабақта білгісі келетін немесе түсініксіз болған сұрақтар бойынша сұрақ қалдырады. Сабақтың соңында оқушылармен бірлесе отырып, мақсатқа жетіп жетпегенімізді анықтаймыз. Үй тапсырмасы. Алаш қозғалысының қайраткерлері тақырыбында шағын шығарма жазу. Шығарма көлемі 15 сөйлемнен тұруы қажет.